Сәлем достар. Бүгінгі менің «Сенде шабыттан» деген подкастыма қош келдіңіздер. Бүгін екінші шығарылым. Қонақта бірінші таныстырып жіберейін ба? Сағыныш бізде Түркияға студенттерді түсіру бойынша, қазір қалай айтсам болады, эксперт десем болады, иә. Содан кейін екінші Асем, қош келдің бүгін. Өз өзіңді таныстырып жіберсең. Барлығына сәлем достар. Менің аты жөнім Әсем. Астана қаласында Евразия ұлттық университетінде оқимын. Қазір мен Түркияға, осы Измир қаласындағы Эге университетіне оқу алмасу бағдарламасымен келген студентпін. Яғни бір семестр оқып, бұйыртса келесі айда қайтадан елге ораламын. Күшті, керемет. Әсем, Орхон программасы бойынша келдің, иә? Иә. Осы уақытқа дейін мен қазір бір ескерту айтып жіберейін. Яғни ескерту болғанда, бүгін біздің формат еркін форматта болады. Ешқандай ресми жаңағыдай өздеріңді қатты бір қысып ұстауға керегі жоқ. Просто бос отыра беріңдер. Ойларыңа келген не келсе, соны сөйлей аласыңдар. Соны айтып жіберейін дедім. Енді Орхон программасы бойынша мен осы уақытқа дейін естіген болатынмын. Бірнеше студенттерді көрдім, бірақтан сонда да қазіргі студенттердің көп ақпарат білмейтіндерін білемін осылайнан. Сол үшін де біз бүгін сені шақырған болатынбыз. Сенен осы Орхон бағдарламасы туралы ақпараттар алу үшін. Сол үшін ең біріншіден мен сенен сұрағым келгені, бұл бағдарламаны жеңіп алу үшін ба, әлде яғни тапсыру үшін ба, қандай документтер керек, немесе қандай жолдары бар, соларын бөліссең. Алдымен жалпы бағдарламаны таныстырып өтейін, иә? Түсінікті болу үшін. Негізі Орхон бағдарламасы түркі елдерінің арасындағы студенттермен алмасып оқуға негізделген бағдарлама. Оның ішінде Ол қандай елдер, мысалы түркі елдері арасында? Қазақстан, Қырғызстан, Түркия, Әзірбайжан сынды, жалпы қазір Тұран деп те айтып жатады ғой, сол елдердің барлығы бар. Бірақ сол елдердегі барлық университеттер қатыспайды. Яғни серіктес университеттердің одағы бар. Сол одақтың арасындағы өзара келісім шарттар арқылы студенттермен алмасып оқытады. Ол бір семестрде болуы мүмкін, немесе бір жылда болуы мүмкін. Және бұл бағдарламада тек қана студенттер емес, оған қоса мұғалімдер де, профессорлар да қатыса алады, бірақ олардың тәжірибе алмасуы стажировка үшін, біздегідей бір семестр емес, білуімше, қателеспесем максимум бір 3 апта. Күшті. Солай. Ал жалпы мен ЕНУ-да оқимын, Евразия ұлттық университетінде. Біздің университетіміз осы Орхон бағдарламасының қатысушысы, және Орхондағы бар серіктес университеттердің барлығымен бізде де келісім шарт орнатылған, меморандум құрылған, сондықтан студенттермен емін еркін алмаса береміз. Бірақ бұл бағдарлама негізі карантиннен бері осы жылы ғана қайта қарқынды жұмыс істей бастады. Өйткені оған дейін Орхон жайлы тіпті мәлімет өте аз болатын, және алмаспайтын студенттермен. Оның алдында бұл бағдарлама бойынша келген студенттер болған жоқ, яғни шетелге шығып жатқан студенттер болмады? Иә, болмады. Мүмкін ең басында болған шығар, 10 жыл бұрын болған шығар, 5 жыл бұрын болған шығар, ол жағын білмеймін. Бірақ білуімше осы коронадан кейін, карантиннен кейін бірінші рет ашылды. Сондықтан әлі күнге дейін бағдарлама жайлы ақпарат аз. Және бір ерекшелігі, бұл бағдарламаны ұтып алу үшін сен қатысасың, және олар сенің қай семестрге келуіңді өздері таңдайды. Сені күзгі семестрге немесе көктемгі семестрге қабылдайды, және бір қабылдауда бірден олар бір жылдың студенттерін таңдайды. Бір жылдық студенттердің тізімі шығады. Оны Қазақстандағы университет таңдайды ма, әлде сол заявка жібергеннен кейін қай елге жібересің, сол жақтың университеті таңдайды, иә? Осы серіктес университеттердің ішінде жұмыс істейтін координаторлар бар. Осы тек қана Орхон бағдарламасына жұмыс істейтін координаторлар бар.
олар өздері таңдайды. Иә, күшті. Негізі бұл бағдарламаға тапсыру үшін қандай құжаттар керек? Мысалы, оны университеттен алдын ала айтады ма, әлде бір белгілі бір сайттары бар ма? Иә, бұл жағы қиындау. Әр университетте негізі әртүрлі, бірақ Орхунның өзі сенен тек қана GPA, средний GPA балл, енді жоғары болуы мүмкін, Орташа баллы. және универінен рұқсат қана керек. Ал мысалы менің универімде ЕНУ-да біз тест тапсырдық тіл біліміне. Ол жағынан да негізі мен ағылшынша тапсырғанмын. Ағылшынша оқимын деп ниеттеніп келгем, бірақ осындағы координаторым жаздың соңына қарай түркше оқисыңдар деп айтты. Сондықтан амал жоқ, енді түркше оқуды бастадым. Бірақ ағылшынша тест тапсырып, сол сертификатымды тапсырғанмын осы Орхунға да, осы жақтағы координаторларға жібергем. Бірақ осында келгеннен кейін маған ол сертификаттың еш қажеті жоқ, ол керек емес, ол тек қана сенің универіңе керек деді. Сондықтан тіл білімі жағынан да ешқандай дәлелдер керек емес, сертификат, документтер керек емес. Тек енді өзің үшін әрине тілді біліп келгенің жақсы. Иә, осы жаққа келгеннен кейін оқу бағдарламасын сіңісіп кету үшін, иә. Сен әрине. өзің түркше білесің ба? Келген кезде білдің ба? Мен жалпы түрік тіліне аса қызыққан жоқпын бұрын, бірақ Түркияға алғаш қашан 2 жыл бұрын келдім. Сол кезде қызығушылығым оянды. Содан бері түрікше сериалдар қарап, әндер тыңдап, әсіресе әндер тыңдадым, және көбінде тілімді осы әндерді тыңдаумен жаттықтырып алдым. Дыбысталудың өзін, интонация, акцент дейді ғой. Бірақ қазірде негізі дәрежем ондай биік емес, жақсы емес, бірақ тырысып жүрмін. Бұйыртса одан ары дамытамын деген ойдамын. Иә, бұйырсаң, иә, әрине дамытасың. Сағыныш, сен осы Орхун бағдарламасы туралы білетін бе едің бұндан бұрын? Өйткені сен де енді студенттермен жұмыс жасайсың ғой. Саған осы бағдарлама туралы сұраған студенттер болды ма? Негізі сұраған студенттер көп Орхунға байланысты, себебі біздің енді қазақ тілі түрік тіліне ұқсас болғандықтан көбісі келгісі келеді, әрі көбісі шетелде оқығысы келеді. Сондықтан да бұл бағдарлама туралы негізінен көп адам білмейді, бірақ қалай да болсын келгілері келеді. Көпшілігі, кейбіреулері мысалы магистратура, докторантура оқып жатқандар тәжірибе алмас үшін келіп жатады. Ал енді бакалаврдағылар, менің ойымша, бұл бағдарламаны қолданып, бір ай болсын, бір жыл болсын, өздерінің тәжірибесін толықтыру мақсатында келуге болады деп ойлаймын. Жаңа Әсем айтқанда, аса қатты қиындық жоқ, менің ойымша. Ең қиындығы тіл шығар, тіл білу шығар, бірақ ол да бір аса қиын дүние емес. Ең маңыздысы бұл жерде документтеріңді дұрыстап тапсыру, иә. Бір сұрағым келгені, бұл Қазақстанда қандай университеттер жібере алады шетелге? Иә, осыны айта кетейін дегем, осы семестрге Қазақстаннан біз бірталай қазақ баласы келді. Мысалы, ЕНУ-дің өзінен біз 12-13 шақты қыз келдік. Қазір сендер 12-13 қыз болып келдіңдер? ЕНУ-дің өзінен ғана. Одан бөлек Атырау университетінен келді. Түркістан, СУ университетінен келді. Түрік-қазақ университеті. Иә, енді бір қызығы, бұл енді менің ЕНУ-ның қателігі жасаған, себебі жаңағыдай біз тіпті түрікше оқитынымызды білген жоқпыз ғой. Біз ағылшынша тест тапсырып, болды, енді еш қорықпаймыз деп жайбарақат жүргенде бізге осындағы координатор түрікше оқисыңдар деп айтты. Ал ЕНУ-да түрік тілі оқытылмайды, ол міндетті де емес. Курстар бар ғой деймін, бірақ ол жағында білмеймін. Ал мысалы Түркістандағы Түрік-қазақ университеті, енді ол жақта түрікше бар. Иә, олардың сабақтарының жартысы ресми түрікше өтеді. Сондықтан біз сәл қиналып жүрміз, ЕНУ-дан келген студенттер. Өйткені тілімізде тіпті ешқандай білімсіз келдік қой. Осындай түскеннен кейін бірақ оқи бастадық. Ал басқа университеттерде енді түрік тілі оқытылады, бағдарламаларда сондай болғандықтан олар сәл өздерін жеңіл ұстап жүр. Иә, бірақ сендердің ағылшынша оқу мүмкіндіктерің болды ма осы жерде? Иә, мүмкіндіктерім болды. Тіпті қазір менің кейбір құрбыларым ағылшынша оқып жүр.
ол ағылшын тілі мұғалімі бір құрбым, ал екінші құрбым қателеспесем халықаралық қатынастарда оқиды. Бірақ оның өзінде біз келе сала бізге әрине құжатта ағылшынша оқисыңдар деп жазылғанмен ақиқаттығы ол түрікше болады. Яғни сөз таластың барлығы, талқылаудың барлығы түрікше өтеді. Және тіпті түрік студенттеріміз егер ағылшынша дұрыс ойларын жеткізе алмай жатса, олар түрікше сөйлейді, сабағымыз түрікше өтеді деп айтты. Сондықтан осы арада енді көрермендердің арасында орхунға қызығушылығы оянған студенттер болса, Түркияны енді қазақ түрік тілдері ұқсас деп, оны бір жеңіл, оңай бір нұсқа ретінде қарастырып келем десеңдер, қателесесіңдер, себебі ұқсамайды негізі. Шындығын айтсақ, айырмашылықтар көп. Ұқсамайды, айырмашылықтар өте көп. Сондықтан бұл да көп еңбекті, көп жұмысты талап ететін бағдарлама. Бірақ әрине ұтып алсаңдар, Орхун керемет бағдарлама. Себебі енді мен жағымды тұстарын айтып жіберейін. Конечно, айта бер. Орхунды таңдаған себебім, бұл жердегі университеттердің талаптары әртүрлі. Және мысалы Эге университеті өздеріне келетін шетелдік студенттерге жатақхана береді және 3 рет тамақтандыру. Оның барлығы тегін. Бұл сол бағдарламаға кіреді, иә, өзі? Бірақ білуімше, басқа кейбір университеттерде тек қана мысалы жатақхана болуы мүмкін. Кейбіреуі тек қана біз сендер тамақтандырамыз деп айтады. Ал Эгенің мықты тұсы, ұтымды тұсы, ол баспанаңда болады, далада қалмайсың және аш та қалмайсың. Ол барлық жағынан қамтамасыз етеді. Ал бұның қаржыландыруы қалай, сендерге стипендия береді ма? Оны Түркия жақтан ба, әлде Қазақстан университеті тарапынан ба қаржыландырады? Негізі білуімше, енді естуімше, кейбір қазақстандық басқа университеттерден ұшақтың билеттеріне қаржы жіберген, яғни қаржыландыру болған, көмек болған, қолдауда болған. Бірақ ЕНО-да Орхун бағдарламасы өзін-өзі қаржыландыру, самофинансирование бағытына жатады. Сол жағы да сәл қызық көрді бізге. Тіпті осындағы ұстаздарымызға, координаторларымызға да сол тұсы ұнаған жоқ біздің универдің, себебі келгеннен кейін бізге біз Эгеден біз Қазақстанға, ЕНО-ға студенттерімізді жібергіміз келмейді. Ол бізде жоқ, себебі сендерде жатақхана мен тамақтандыру жоқ. Жатақхана бар болуы мүмкін, бірақ біздегідей емекхана жоқ, яғни асхана жоқ. Сондықтан біз үйтіп студенттерімізді жібере алмаймыз деді. Және бізден осында да сұрады, сендер ұшақтың билетін не ақшаны қайдан алдыңдар деп ашық түрде сұрады. Біз өз қалтамыздан шығардық дедік. Бірақ келісім бойынша кейін артынан білдік, жіберуші тарап жолдың барлық қаржысын жабуы керек, қолдау керек, ал қабылдаушы тарап тамақтану мен баспанамен қамтамасыздандыру керек. Бірақ енді ЕНО-ға еш өкпем жоқ, керісінше. Қазір ЕНО-да оқитындар саған атака жасауы мүмкін, ЕНО-ды жамандама деген сияқты. Жамандағаным емес, бірақ біліп жүріңдер, осындай бір енді ұсақ түйекті бір тұстары шығар, бірақ бәрібір маңызды. Бұл ЕНО-да ғой, мен де ЕНО-да оқығанмын. Сағыныш, сен Казнуда оқыдың, иә? Мен Казгуда оқыдым, иә. Сол Казнудағы студенттер де осы Орхун программасы бойынша келе алады ғой, иә? Қателеспесем, тізімде Казгу бар. Казгу бар. Бар. Бірақ енді Казгу қаншалықты қаржыландырды, оны білмейді екем. 2022-де менің магистрант группаластарым келді. Сол кезде Казгу олардың ұшақтарына, қателеспесем, ұшақ билеттерін алып берді. Сол кезде. Одан кейінгі жылда 2023-те Казгу қаражат бөлмейді деп білем. Яғни, одан кейінгі жылы түскен группаластарымның айтуы бойынша, яғни баратын болсаңдар, өздеріңнің қалталарыңнан, өздеріңнің қаражаттарыңнан деп айтқанын білем. Бірақ бұл енді қате деп те санамаймын. Қазір ойлап отырсам, негізі
казгуда да ЕНУда да жалпы академиялық ұтқырлық бағдарламалары өте көп. иә Универдің өзінің бағдарламасы бар, және МОНРК республика гранты бар, басқа да бағдарламалар бар, және олардың барлығына қаржылай қолдау, көмек көрсету әрине қиын. Сондықтан біздің ұтымды тұсымыз бар екенін біледі, толықтай сеніммен жіберді ғой бізді. иә Сондықтан еш өкпе жоқ. иә күшті жаңа осы жақтағы өмірді көруге мүмкіндік болды. Әрине. Сол орайда сұрағым келгені, Түркия мен Қазақстан мәдениетін салыстырған кезде қандай ерекшеліктері немесе айырмашылықтары бар мысалы? Келгеннен кейін мысалы мындай шокке болатындай болған, вау деп ондай нәрселер болды ма? Өте көп. Жалпы қазақ пен түрік елдері жер мен көктей арасы, айырмашылықтары өте көп. Ең басында жаңағыдай өзің айтқандай шок болған жағдай ол темекі. Мен мұншалықты көп темекі тартатын адамдарды көрмегем. Тіпті енді бір ата ағайлардың темекі тартып жүргендері үйреншікті жағдай болса, жастардың, қыздардың, балалардың темекі тартуы мен үшін мүмкін емес сияқты көрінеді. Бұл жақта барлығы темекі тартады, иә? Тіпті жатақханада бізден сұрап жатады, сен енді 20-ға келдің, әлі күнге дейін темекі тартып көрмегенсің бе деп. Ол бір міндеттеніп айта ма, білмеймін ол жағын. Ол да бір мәдениеттің белгісі ғой. Иә. Мәдениет, бірде деп ойласақ та, бірақ ол да бір ерекшелігі, бізде басқаша, бұл жақта басқаша. Олар үшін мысалы ол қатты бір анайы бір нәрсе емес, олар үшін жат нәрсе емес, нормально, яғни мектептің баласы да бұл жақта темекі тартып жүрсе, ол ата-анасы да мысалы оған бір нәрсе айтпайды. Жарайды енді деген сияқты. Өйткені үйде отырған ата-анасы солайынан, енді көз алдарында пример ғой, байынан айтқанда, өздері солайынан көрсетіп отқаннан кейін балалар да оларды қайталап өседі да. Иә. Одан бөлек жалпы жұмысқа деген көзқарас екі түрлі. Бізде мысалы енді көбінде орта есеппен жұмыс істейтін адамды алсақ, ол қалай таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін күн сайын тұрақты түрде жұмыс уақытында жұмыс істеуің керек. Ал бұл жақта мысалы бейсенбі күні сенің бір шұғыл түрде шаруаларың болса, бейсенбі күні дүйсенбіден бейсенбіге дейін мысалы біздегі координаторлар дұрыс жұмыс істесе, бейсенбі жұма күндері олар орнынан табу екіталай. Орында болуы жұмыс істеуі. Демек, жұмыс істеп өмір сүрмейді. Ол жағына енді бір жағына мен сүйсініп қарадым. Адамдар еркін, өздерінің рахат үшін өмір сүреді. Өмір сүру үшін жұмыс істейді, ал біздегілер көбінде бізде асығып жүреді ғой, бір жерге бір асығып жүргендей. Бірақ соңында барлығын алатын нәтиже бір ғой, барлығын асықсаң да асықпасаң да. Бірақ білмеймін, енді біздікілер асығып жүретін сияқты. Сол туралы не ойлайсыңдар? Бұны мен де байқадым. Мысалы, олар кешкісін өздерінің жаңағыда орындықтарын алып саябаққа барып отырады. Мысалы, жаңағы шайларын алып, болмаса жейтін тамақтарын алып барып отырады. Олар үшін сол бір андай демалыс тынығу да олар үшін. Енді бір жағынан ауа райына да байланысты шығар. Мысалы, Измирде 24-7 жаз, жасыл барлық жер күн шығып тұрады. Сондықтан да бұл да бір артықшылығы шығар Измирдің. Көп адамдар теңіздің жағасына барып отырады, саябаққа барып отырады, демалады. Енді Қазақстанда көп енді былай қарасаң, олар да түсінуге болады. Мысалы, ипотека бар, кредит бар, тағысындағы дүниелер бар, бала шағаның тамағы, киімі дейтіндер бар. Мысалы, таңертеңнен кешке дейін жүгіріп жүреді. Бірақ жаңағыдай менің Түркиядан осы алған дүнием, бәрібір сен қанша жұмыс істесең де, қанша ақша тапсаң да, бәрібір жетпейтін дүние жетпейді. Және де, яғни саған бұйырған нәрсе, саған келетін нәрсе келеді бәрібір. Сен мысалы миллион табам деп қанша тырыссаң да таба алмауы мүмкін. Ол сенің ризығың емес та, мысалы саған берілмеген дүние болуы мүмкін. Сондықтан әр сәттен түріктер рахат ала алады, тыныға алады. Мен де сол тұсы маған ұнады.
мысалы жаңағы сен айтып жеткен проблемаларың, кредиттеп жатсың, тағысын тағы. Олардың барлығы осы жақтағы түріктерде де бар ғой. Ол түріктерде ғана емес, жалпы Америкада болсын, басқа шетелдердегі мемлекеттерде де осы проблемалар барлығында бар да. Өйткені жер әлеміндегі адамдардың барлығының өзінің жеке үйлері жоқ. Мысалы, барлығы бір үй үшін немесе бір нәрсе үшін жұмыс істеп жатыр да. Проблема барлығында бар. Бірақ біздікілер неге әр уақытта асығып жүреді да? Сол бізде күнде бір рахаттанып, жайбарақат келе жатқан адамды көрмейсің ғой. Иә. Әйтеуір екінің бірі жан таласып бір жаққа асығып жатады. Мгм. Ал бұл жақта жаңа Сағыныш айтып кеткендей, менің өзіме бір жаныма қатты жаққаны, өте бір жылы ыстық қабылдағаны, адамдар шынымен тіпті апа аталар әсіресе Иә. өздерінің андай бір кішкентай орындықтары бар, оған осы стулдары бар. Жанына тасып жүреді да. Иә, концерт болса да сол жаққа барады да отырады жайбарақат өздері. Немесе теңіздің жағасына барып күннің шыққанын, батқанын қарап әңгімелесіп отырады. Сосын тағы бір қызық жағы осы тынығу жағынан, ол пикник. Бұл жақта пикникке өте көп шығады адамдар, бірақ олардың пикниктері біздікідей емес. Яғни мысалы бала шағасымен бір отбасы келеді, балаларына бір сок, бір тәтті ұсақ түйек нәрселерін алады, бір термостан шай алуы мүмкін, симит алуы мүмкін, бір далада шөп, бір бос орын бар ма, сол жерге отыра салады, болды. Ал біздің пикник қалай? Жыр болады ғой пикникте. Тамақтың бәрін алып келеді, таң атпай бутерброд жасайды, сосын ана пицца, сушиның бәрін заказ береді, далаға шығып дастархан жайып отырады. Ал бұл жақта оның барлығы ысырап деп санаймын. Ол жағын енді өте қатты құрметтедім. Басты мақсат ол сыртқа шығып таза ауада демалу, иә. Иә. Андай көздері тоймай тұрмайды олардың. Сонда біздікілер көздері. Мен өзім солай қабылдадым. Әлі ол мәдениет мен ойымша қалыптасқан жоқ деп ойлаймын, себебі біз тәуелсіздігімізді енді алдық, енді етек жеңін жинап келе жатырмыз. Біз психологияға енді келіп бастадық мысалы. Бірақ болашақта мен ойлаймын, бұл мәдениетте бізге келеді деп. Әрине. Әсіресе қазіргі жастарға. Мен осында келгенде біраз сыртқа шығып қаланы көргеннен кейін, адамдармен бір қарым-қатынасқа түскеннен кейін бірден түйген ойым, Қазақстанның жастарымен, жас буынымен Түркияның аға буын, ата буындарын алып қосса, біріктірсе, күшті ел шығады. Солай ма? Мысалы, сен қазір енді бакалаврда оқып жатырсың ғой, 3-ші курстасың, иә? Осы жақтағы бакалавр студенттері мен Қазақстандағы өзің оқып жатқан университет, ЕНУ-дағы өзіңнің ортаң, сол жердегі өзіңмен жасты студенттерді салыстырған кезде қандай бір айырмашылықтар бар? Яғни олардың ойлауында да, яғни жасаған нәрселері, дүниелері деген сияқты бір байқадың ба сонда енді? Келгеніңе қанша уақыт болды мысалы? 5 ай болды, иә? 5 айда болып қалды. Иә, сол уақыттың арасында не түйдің? Айырмашылығы өте көп. Біріншіден жаңа өзіңмен жасты дедің. Мен бұл жақта 1-ші курс, 3-ші және 4-ші, көбінесе 4-ші курс студенттермен оқимын. Бірақ 4-ші курстың өзінде, мысалы, келесі жылы бұйыртса мен 21-ге толам, 4-ші курс оқып жүргенімде. Ал бұл жақтағы 4-ші курс жастарын сұрасам, 23, 24, 25, 30 жасар әртүрлі жаста қойған адамдар да келіп сабақ алып жүреді. Ол жағы енді қызық көрінді, бірақ студенттер өздерінен жасы әлдеқайда үлкен студенттермен, arkadaşlarмен жақсы қарым-қатынаста. Яғни біздегідей жасыңа қарасаңшы ұят қой деген дүние жоқ. Тіпті олардың өздері бұл 1-ші жоғарғы оқу емес болуы мүмкін. Аби, абла деп аға, бауыр, апа, сіңілі болып емін-еркін сөйлесіп жүреді. Бірақ бұл жақта группа деген жоқ. Мысалы, Қазақстандағы универлердің көбінде қалай сенің мамандығың бойынша бірнеше группа бар. Яғни 20 шақты, 20-25 шақты адам. Ол біраз мектептен қалған нәрсе сияқты бізде әлі күнге дейін. Бірақ сол дұрыс сияқты меніңше. Жалпы адаптацияға да, сабақтағы берілетін ақпаратты дұрыс
ақпараттан дұрыс түйін шығаруға да бұл өте қатты көмектеседі саған саналы психологиялық түрде. Ол дұрыс па, әлде тек біздікілер солған қалыптасты, яғни үйреншікті жағдай болғаннан кейін дұрыс па? Менің ойымша үйреншікті жағдай шығар. Өйткені біздің яғни кішкентайымыздан қанымыз оған үйреніп қалған ғой. Содан кейін бізге басқа нәрсе кішкене қызық болып көрінеді. Ал мысалы осы жақтағылар біздің системаны көрген кезде оларға ол да қызық. Қалай ол әлі мектептегідей бір группада оқисыңдар деген сияқты айтады да? Иә. Мұнда міне сол группа жоқ, бірақ группаның болмағанынан дос табу қиын. Себебі ешкімнің сенде жағдайы жоқ. Қайдан келдің, не істеп жатсың, сабақ істедің ба, қандай баға алдың, ешкімнің шаруасы жоқ. Bir жағынан ол жақсы, бірақ басқа жағынан сәл бауырмалдық жоқ, иә? Иә, бір-біріне тартып та тұрмайды. Және бір жағынан эгоизм бар студенттерде. Көре алмаушылық та бар бағаға қатысты. Сондықтан көбінде бір-бірімен күнде көрісіп жүрсе де, оның өмірінде не болып жатқанын сен білмейсің. Өйткені саған ешкім ашылып сырнақтарып айтпайды. Енді әрине бұл жақта да достар бар, бірін-бірімен ылғи бірге жүретін, түсінетін, бірақ көп көре қойған жоқ. Сабақтар қалай өтеді мысалы сендерде? Қазақстандағы системамен мына жақта айырмашылығы бар ма? Сол сабақ беру, оқу бағдарламасының системасы маған Қазақстандағы өзіміздің система, өзіміздің жүйе ұнайды, көбірек ұнады. Себебі бұл жақта қалай студенттер көбінде сөйлемейді, яғни пікір талас болмайды. Семинар сабақтар болмайды. Иә. Тек қана лекцияның өзінде мұғалім келеді, өзі жалғыз сөйлейді. Тіпті студенттерге сұрақ қойғанның өзінде ешкім жауап бермейді, өйткені оны шынымен көңіл бөліп тыңдап отырғаны екіталай әр студенттің. Бұл енді жаман. Себебі нақты білім ала алмайсың деп ойлаймын. Бұл жақта енді өзіңнің дисциплинаңа байланысты, өзіңнің принциптарына байланысты. Егер сен шынымен оқимын деп келсең, онда мұғалімді түсінуге барлық мүмкіндік бар. Себебі енді жалпы педагогикалық жағынан қарасақ, маған ұнағаны бұл жақтағы енді менің бөлімім, айтпақшы бөлімім ИНО-да медиа өнер, бұл жақта Сағыныштың бөлімінде оқимын, радио, телевидение және кино. Және енді өнер жағынан алынған бөлімдер бұл. Шығармашылық тұстағы білім бағдарламалары. Сондықтан бұл жақтағы мұғалімдердің барынша әр лекцияға ең өзекті тақырыптарды, ең өзекті материалдарды дайындайтындары өте ұнады. Мысалы бізде қазақшасы қалай еді? Görüntü ve estetik. Түркше айта беріңдер, осы жерге қазақшасын жазып қоямын. Иә. Мысалы сол сабақта енді оған ұқсайтын дерс болды бізде Қазақстанда. Мен 2-ші курста оқып жүргенде біз әлі күнге дейін қалай бізде қазақ тарихындағы кинолар, ана кім еді? Қыз жібек, менің атым Қожа, Амангелді, әлі күнге дейін соларды талдап жүрміз ғой. Енді әрине ол дұрыс, тарихын білу керек, бірақ жаңа маман дайындайын десең, заманға сай маман дайындаймын десең, онда мұғалімге ең өзекті материал дайындаған дұрыс. Бұл жақта мысалы осында оқып жүргенде қандай кинолар шығып еді? Джокер шықты мысалы. Шетелдік кино, иә. Джокер шықты. Бір апта, келесі аптада жаңағы сол үйренші үйретмелеріне келсек, Джокерден алынған кадрлар және солардың анализі. Соны талдау мақсатында, иә? Түстер, свет, жарық, реңктердің қанықтылығы, соның барлығы өте өзекті алынған. Маған соны ұсынады. Яғни шынымен мұғалім де студенттермен бір толқында, және өзінің саласында не болып жатқан жаңалықтардың барлығын біледі. Сонысы қатты ұнады. Ал Қазақстанда сол ескі жүйе бойынша және ескі ақпараттармен
әлі күнге дейін соны жалғастырып келе жатыр. Енді студенттерде де соны талап етіледі. Иә. Ал қазір деген енді универде оқисың, бірақ жұмыс жасаған кезде заман талабына сай болу керек. Ол ескі ақпараттармен жұмыс жасамайсың, иә. Ал қазір мысалы Қазақстанда ЮНО-да, КАЗНУ-да мұғалімдер системаны өзгерту керек па, әлде жалпы оқу системасы ма өзгеру керек? Осыны заман талабына сай болу үшін. Қалай ойлайсыңдар? Мен ойымша жалпы жүйені өзгерту керек деп ойлаймын. Мысалы, кейбір мамандықтар бар, шыны керек. Грант бөлінеді, грант үшін оқитындар бар. Кейбір енді менің өзімнің жеке оқыған маман салам, ол журналистика. Журналистикаға өзгеріс керек. Себебі жалпы әр күн сайын жаңа ақпарат шығып жатыр, әр күн сайын жаңа дүние шығып жатыр. Осы жаңа дүниелерге сай жаңа пәндер енгізу, сонымен қатар жаңа пәндермен бірге мұғалімдердің де біліктілігін арттыру керек. Әсем өте жақсы айтты, жалпы түріктің мұғалімдерінде жаңашылдық байқалады. Жаңа дүниені тез үйреніп алу, оны оқушыларға, студенттеріне үйрету, олардың заман талабына сай білім беру, олардың басты мақсаты. Енді мен қазақ мұғалімдерін жамандамаймын, бірақ кейбір дүниелер шынымен ескірді, кейбір ақпараттар шынымен ескірді, жаңа дүниелер келіп жатыр, әр күн сайын жаңа технологиялар шығып жатыр, әр жерде әртүрлі дүние болып жатыр. Сондықтан әсіресе журналистика факультеті, оның ішінде менің айтқым келетіні жаңа бағытқа, жаңа дүниелерге толы болу керек. Енді басқа салаларда да, мысалы, барлығы бірінші курсқа келген кезде басқа факультеттің сабақтарын оқиды. Мысалы, мен айтар едім, мысалы, қажет жоқ. Мысалы, психология оқыдық, мысалы, біз философия оқыдық. Оның орнына, мысалы, толығымен өз саласына байланысты пәндерді оқыса, мысалы, 3 жыл оқыса, 4-ші жыл олар толығымен 1 жыл, мысалы, тәжірибеге кетсе, әрі дипломдары болады, әрі 1 жылдық тәжірибелері болады. Былай қараған кезде, жоба жасаса, бұл да өзекті нәрсе. Мысалы, жылына 60 студент, мысалы, бір факультетті бітіреді, бірақ 60-на да бірдей диплом жазғызады. Мысалы, 60-ы бірдей диплом жаза алмайды, шынын айтқан кезде. Олардың ғылыми тіл бар, ол мүлдем бөлек. Оны тексеріп отыратында, мысалы, жетекшіге өте аз қаражат төленеді, мысалы, дипломдық жетекші болған үшін. Сондықтан ол да өзінің, былайша айтқан кезде, басын ауыртқысы келмейді. Сондықтан да жалпы бітіру форматын да өзгерту керек. Мысалы, сұрақ жауап болуы мүмкін, бір жоба болуы мүмкін, болмаса біреулеріне тест болуы мүмкін, жаңағыда біреулер дипломдық жұмысын жасасын, мысалы, журналистика факультетінде оқитындар сұхбат жасасын, мысалы, яғни өзінің саласына қалай жақын, сол форматта, мысалы, архитектура, мысалы, бір ғимараттың, мысалы, кескінін салса, яғни бакалавр көбінде әрі қарай өндіріске атсалысатын, өндіріске араласатын болғандықтан, мен ойлаймын, көбіне сол салаға байланысты дүниелер болса, жақсы мамандар шығады деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасың. Қазір жаңа Әсем айтты ғой, бакалаврдағы оқу системасы Түркиядағы қалай екенін, қандай студенттер оқитыны. Ал сенде сағыныш докторантурадағы оқу жүйесі қалай мұнда? Қазір сенің оқып жатырған мамандығың бойынша қанша студент бар? Жалпы Түркияда магистратура мен докторантура оқу тегін. Өздерің білесіңдер. Келеді, құжат тапсырады, жазбаша және ауызша емтихандар болады. Бұл енді бөлімге байланысты, кейбір бөлімдер тек қана ауызша емтихан жасауы мүмкін, бірақ көп жерде жазбаша емтихан бар. Жалпы, мысалы, мынандай дүние бар. Бакалавр үшін бұлардың жаңағыдай форматы бөлек, яғни ол бакалавр деңгейінде факультет ретінде айыры бөлек. Енді лисанс үсті дейді, яғни магистратура мен докторантура үшін олар институтқа бөледі. Яғни бакалавр бөлек, магистратура мен докторанты бөлек.
тапсырғың келетін институтқа барып құжаттарын тапсырып емтиханнан өткеннен кейін сабақ басталады. Бірақ енді бұл жақта көп студент жалпы келе бермейді. Жаңа Әсемнің айтқандай, мысалы Қазақстанда бакалаврды мысалы 11 сынып бітірдің, грантқа түспесе, енді ата-анасы бар жиған терген жинап бакалаврға міндетті түрде түсіреді. Міндетті түрде бұл да бір Қазақстанның артықшылығы деп ойлаймын. Баламның қолында бір диплом болсын деп ата-ана еңбектеніп барынша тырысады баласының оқығанын. Ал Түркияда мысалы 11-ді бітіргеннен кейін 1-2 жыл жүріп, сосын барып университетке тапсыруына болады мысалы. Бұл орайда мен ойлаймын, Қазақстан бұл жағынан алда деп ойлаймын. Бакалаврға көп келеді студент, мысалы 110-120 студенттерді көрдім, ал магистратурада мен 2022-24 оқыдым, 2 жыл біз 2-ақ студент болдық. Екеуі де шетелдің студенті, бірі мен, бірі Қырғызстанның қызы болды. Қазір бізде 3 студент, біреуіміз қырғыз, біреуіміз қазақ, біреуіміз түрік, бірақ ол да көктемнен бастап оқығандықтан осы семестр соңғы семестрі. Әркім болмайды. Аптада 2 рет, яда 3 рет болуы мүмкін. Ол да мұғалімге байланысты. Кейбір сабақтар 2 аптада бір болуы мүмкін. Оның барлығын мұғалімге барып, сөйлесіп, яғни семестр басылған кезде система ашылады, сен сабақ таңдайсың. Түркияда бір артықшылығы сабақ таңдай аласың. Яғни 2-3 міндетті пәнің болады, қалған сабақтарды сен таңдай аласың. Таңдауға шыққан сабақтардың мұғалімдеріне барып, сұрап, сабақ қалай өтеді, қалай болады, мұғалім барлығын айтып түсіндіреді. Сол бойынша сабақты таңдап, мұғалімнің уақытына байланысты сабақ кестесі жасалады. Әрі қарай семестр басталып, мысалы өткен подкастта айтқандай 2 рет емтихан болады. Енді магистратура мен докторантурада көбінде студентке байланысты, ол мақала іздестіру мүмкін, сосын жаңағыдай белгілі бір тақырыптар төңірегінде мақала жазу мүмкін, мақала секілді дүниелер жазу мүмкін. Көбінде студенттің зерттеуіне, көбіне студенттің өзіндік жұмысына көбірек көңіл бөлінеді. Мысалы, 1 жыл толық сабақ алса, қалған жылдар магистратура, докторантурада әрі қарай тез жазу, тақырыбын іздестіру, соған байланысты материалдар табу, жазуды бастау деген секілді дүниелер. Енді бұл толығымен де магистратура мен докторантура студенттің жауапкершілігінде. Үлкен жауапкершілік тасиды, иә. Сөзім бөліп жібердім, кесір. Айта бер. Маған ұнамаған тұсы осындағы оқу бағдарламасының, мысалы жаңа Сағыныш айтқандай, магистранттар мен докторанттарда сондай тапсырмалар болса, мақала жазу, тест тапсыру деген сияқты тағы басқа тапсырмалар болса, бакалавр түк істемейді. Біз мысалы тапсырма берілмейді ма сендерге? Журналистика саласында оқысам да, бұл жақта әлі күнге дейін нақты бір тапсырма орындаған жоқпын. Тапсырма берілмейді өйткені. Тек қана ары кетсе жаңағы визамен финалға тапсырма береді, ал одан бөлек оқу уақытында тапсырма орындамаймыз. Сол жағы жаман. Және мысалы қазір бір сабақтан бізге жоба берді. Хабер түсіру керек, жаңалық түсіру керек. Енді енуда біз оны 1-ші курстан бері түсіріп жүрміз. Бүге-шігесін тәжірибелерің бар. Тәжірибеміз бар. Оның қандай түрі бар, жаңағы ЗКТ, раскадровка, оның барлығын білеміз. Ал бұл жақта бір финалдың тапсырмасын осы семестр бойы түсіндіріп келеді ғой, осы жарты семестр бойы. Әлі күнге дейін группаластарым түсініп жатқан жоқ. Мынау қалай деп сұрайды. Сол үшін мен үшін өте жат нәрсе болды. Және уақытым мен босқа келдім ба деп ойлап қалдым. Бірақ енді мен үшін уақытша келген студент үшін бұл өте ыңғайлы, ұтымды тұсы. Тағы бір себебі сабақтан қалып қойсам да онша қатты қиындық тудырмайды, себебі сен бұл сабақтарды білесің, иә. Және білмесем де бір маңызды ақпараттан қорға алмаймын.
сондықтан емін еркін енді саяхаттап жүр. иә Ол өзім үшін плюс. Жалпы қазақтарға біз мысалы нәрсені тез үйреніп алады қазақтар негізінен, тез қағып алады, тез үйреніп алады. Сосын слайд жасау, слайд қорғау, бірдеңке постер қорғау дегендерге мен ойлаймын қазақтың студенттері көбінде жетік сияқты, себебі біз мектепте де жасадық, оны университетте де жасаймыз. Сосын кішкентай бір нәрсені оқып білсек, соны көп қылып, ұзын қылып жаңағыдай соны дүниені зерттеген секілді айтамыз да, үлкен сенімділікпен. Мен ойлаймын бұл да қазақтардың артықшылығы деп. Түріктің жастары көбінде анау не, мынау не, қандай, б деп дым түсінбей тұрады кейде. Мысалы магистратурада да болады. Сосын түріктің студенттері көбінде андай проблема еместі проблема қылып жібереді да. тимедей нәрсе Çok zor ya деп кәдімгідей қиын, жасай алмай жатырмын деп. Өткенде ғана бір рилс көрдім, Айжанға жібердім. Анда айтып жатыр да, магистратурада ең қиналғаным менің литература тарамасы дейді, жаңағыдай тақырыбыңа байланысты пайдаланған әдебиетті іздестіру. Мен айтам Айжанға, осы сырада біз оны араштырмадан да жаза беретін деймін ғой. Мысалы бізде білмеймін, қатты қиын дүние емес секілді, білмеймін, мүмкін енді адамның қабілетіне байланысты болады, бірақ қазақтар мен бұл салада менің ойымша көбінде алда секілді, жаңағыдай жасап жіберуге, қорғап жіберуге, айтып жіберуге. Біз жалпы ауызшаға жақсы секілдіміз негізі. Жалпы қазақтың жастары, жаңа ең басында айттым ғой, қазақтың жастары мен осы жақтың үлкендерін алсақ, иә біздің жастар санасы ашық, көздері ашық. иә Қай Кішкене саладан болсын, алда да. тарих болсын, география болсын, Қазақстан тұрмақ, басқа елдерде не болып жатқанын біліп жатамыз ғой, әсіресе журналистер. Ал бұл жақта мысалы мен енді өткенде бір жағдай болды, 3 ай өтті группамда оқып жүргеніме. Енді мен де бүйтіп үндемей жүрмеймін, енді сәлемдесіп амандасып, кейде талқылауға да қатысып отырамын. Сабақта отырсам, бір группаласып қасымнан өтіп бара жатып маған қарайды, күліп, мен де оған күлдім, сосын аригато дейді. Сосын чинмісің дейді. Мен ойлап қоямын, қытайсың ба деп сұрап жатыр. иә сен японша амандасып қытайсың ба деп сұрағаның қалай кетті деп күлдім шынымен. Сосын қазақпын десем, ең бір намысыма тигені, Қазақстанданмын десем, Борат дейді. Мен басында Борат деген кім, Борат деген группаласымыз бар ма еді деп түріктердің арасынан табаттым да, сосын бір кезде Борат деп есіме түсті. Бірақ шынымен де енді ұрысқым келді, сен енді тигізбесеңші, өзің де сол Бораттың арғы бергі жағысың, шамамен деп. Бірақ сондай түсі жамандау. Мысалы біз қай адамның қай елден келгенін түріне қарап айыра аламыз ғой. иә Қытай, Япон, кәріс үшеуін де ажырата аламыз, мысалы көбіміз. Ал бұл жақта маған қарай мен Қытай деп айту мүмкін емес сияқты. Тіпті Қазақстан туралы бірдеңе білесің бе десем де жаңағы сол Борат сияқты иә желіде өсекке айналған шынымен дөрекі болса да дүниелерді ғана біледі, ал нақты бір ақиқат фактілерді білмейді. оның барлығы сол осы тікелей білім жүйесіне қатысты да. Біздің мысалы айтқаныңдай жаңағы барлығына көп нәрсені кішкентайымыздан мектепте жаңа география, жаратылыстану сабақтарынан мысалы сыртқа шықпай тұрып сен шетелдегі адамдардың түркі әліпбетін хотя бы соны кітаптан үйренесің да. Оны бізде кішкентай кезімізден оқытылады мектепте. Ал бұл жақтағылар оған менің ойымша қатты көңіл бөлмейтін секілді. Сол үшін ал біздікілер кішкентайынан сондай нәрселерді оқып үйренгеннен кейін еске сақтау қабілеті де жақсы деп мақтағаным емес, бірақ солай деп ойлаймын. Мысалы біздің Казгуда жарыстар өте көп жарыс болатын. Ана тіл аруы, Жігіт сұлтаны, түрлі ұйымдардың жасап жатқан жарыстары, андай кәдімгідей жарысып өмір сүреді да Қазақстандағылар. Факультет болып бізде кәдімгідей. Мен сол вайбты сезіндім, ал мына жақта мен ол нәрсені көре алмадым көп жағдайда. Ең бұлардың фантазиясын жететіні танытым жасайды болды. Қазақстан танытымы, Қырғызстан танытымы, соңғы болған Жапон, мен ұмытып қалдым бір танытым. Яғни максимум фантазиялары сол нәрсеге жетеді. И оны әр жыл сайын жасайды. Ол биыл мысалы Қазақстан таныған болар, мен ойлаймын, жеткілікті уақытта таныған шығар.
бір басқа, мысалы біздің садиктердің өзінде, балабақшаның өзінде мысалы түрлі ертеңгіліктер болып жатады ғой. Мысалы тақпақ айтады, билейді, ән айтады, қойылым қойып жатады, тақпақ береді мысалы. Ал бұл жақта білмеймін, кішкене сол жағынан мен ойымша артта қалған секілді болып мысалы не болса иә, ән жарысы десін, бірақ әр ел өздерінің бір халықтық болмаса бір модерн әндерін, мысалы әр ел өзінің әндерін танытсын, немесе билері бар я да басқа нәрселер бар, ойындары бар, соны танытсын иә. Тек қана общий былайынан таныту емес, белгілі бір нәрселерді таныту мақсатында әртүрлі жарыстар сияқты бір нәрселер болса деймін. әсіресе бұл жақта енді шетелдік адамдармен қарым қатынасқа түсу мүмкіндігі жоғары ғой бізге қарағанда. Енді біз ары кетсе тмд елдерінің азаматтарын ғана көре аламыз Қазақстанда, ал енді Түркияда туризм өте қатты дамыған және қолдарында осындай алып мүмкіндік үлкен халықаралық аренадағы үлкен қару бола тұра істемейді. Білмеймін. Біз болсақ бұндай мүмкіндігіміз болса әлдеқайда дамып кетер еді. Мындай сөз бар ғой енді, қолда бар нәрсенің қадірі жоқ деген сияқты ше. Яғни шынымен де солай ғой, қолыңда бәр нәрсе тұрған кезде оның қадірін дұрыс білмейсің. Ал біздің қолымызда ол нәрсе болмаған үшін, яғни менің ойымша солай біз ұмтыламыз, сол нәрсені алайық, көрейік, біздің елге де алып келейік деген сияқты. Ал олардың қолында енді барлық нәрсе болғаннан кейін, көп нәрсе болғаннан кейін, көп бастарын ауыртқысы келмейтін Иә, деп айтсам. өмірлері өздерінің ғана түрк әлемінде өмір сүреді. Иә. Шетіндегі басқа елдерде ешқандай шаруасы жоқ. Әрине бізге де ол жай айтуға оңай шығар, бірақ бәрібір Пікір ғой, әр адамның өзінің бір пікірі. сол нәрсені көріп өскендіктен бізге біртүрлі болып, мысалы енді шынымен де Казгуде көп байқау болатын, көп жарыстар болатын, студент көктем, неше түрлі. Бұл жақта біртүрлі бір бәсеңдеу, әркім өзінің өмірімен, әркім өзінің шаруасымен деген секілді дүние. Менің байқағанымыз. Жаңағы қолдаулардың қадірі жоқ демекші, мен осында келіп визаден кейін әсіресе группама күнде жазбасам да енді көп хабар бердім. Гранттарыңды қадірлеңдер, рахметтеңдер деп. Себебі группамда осы гранттан құлап қалғандар бар, стипендиядан айырылып қалғандар бар, осы 3-ші курста. Соларға ұрсам, қалай бар нәрсені қалай жоғалтуға болады деп. Себебі бұл жақта грант жоқ, білуімше, грант отбасылық жағдайларға байланысты ғана бөлінуде. Жоқ, оқу тегін, бұл жақта оқу тегін, бірақ стипендия берілмейді. Бакалаврдың өзінде де Иә, иә. Оқу барлық нәрінде государственный. Иә. Мемлекеттік оқу, жаңағы ұбт сияқты бізде тест тапсырылады. Егер белгілі бір балл жинап, мысалы бұл жақта да біздікіндей бас қалалар таңдайды, университеттер таңдайды. Содан кейін бір оқуды казанмак жеңіп алғаннан кейін өзің таңдаған мамандығыңа түсе аласың да, бірақ оқуды тегін жалғастырасың, стипендия ешқандай алмайсың. Тек қана мемлекет тарапынан саған оқуды береді, мүмкіндік береді, сен оқуыңды жалғастыр. Ал егер жаңағы стипендия бойынша кейбір жағдайы нашар отбасылар, тек соларға ғана беріледі стипендия. Ол да бір аз мөлшерде. Иә. Сол үшін біздікілер, Қазақстандағы жастар өте бақытты деп ойлаймын. Қолдау мемлекет тарапынан студенттерге оқуға қолдау өте Группаластарыңа осы жерден де сәлем жолдап жібер, бақыттысыңдар деп. Шынымен бақыттымыз, біз шүкір, мемлекет барынша қолдап жатыр. Енді бар нәрсені жоғалтып алмау керек, себебі оны көре алмай жүрген қаншама студент бар сыртта. Және ол тек қана Түркияда емес, жалпы Түркияның өзінде европалық стандарт қабылданған, иә, бұл бағдарламаға келген. Сондықтан шынымен ол жағынан енді бақытты екенбіз. Иә, Түркияда енді осы 5 ай уақыт ішінде Түркияның қандай қалаларына бардың, жаңа саяхат деп айтып қалдым ғой. Салыстырған кезде қалалардың ерекшеліктері, айырмашылықтары бар ма? Иә. Біршама қаласында болдым. Әрине бірінші Измирдің
жан жағын зерттеуден бастадық достарымызбен. Ол Чешме, Алачаты, Урла, Сельчук, Эфес. Эфестің қасында тағы бір қала бар еді, атын ұмытып. Ширинже ма? Иә, сол ғой деймін. Кушадасы. Кушадасы ма? Сол ғой деймін. Одан бөлек Карабурун, Сеферихисар, сол жақтарда. Кейін Бодрумда болдым. Ең бірінші Бодрум маған өте қатты ұнады. Өте қымбат қала, бірақ Туристердің келетін қаласы. иә, өте әдемі қала. Бірден ұнады. Кейін оңтүстігін қарап шықтым. Анталия, Алания, Каш, Мармарис, Фетхие. Ол жағы енді өте ұнады. Каш қатты ұнады. Аланияда мен болғам. Тағы барам әлі, өйткені ұнады шынымен, өте ұнады ол жақ. Мармарис. Саған Мармарис ұнайды? Иә, маған ең ұнайтын осы Түркиядағы Мармарис қаласы. Ұнады маған да, иә. Одан бөлек Денизли, Памуккалеге бардық. Енді Каппадокияға барғымыз келген, бірақ сезоны бітіп, енді тәуекелге бармай қойық дедік. Арманым негізі жаңағы сол шарларды көру ғой. Енді оған бұйырса келесі жолы деп отырмыз. Тағы жол түсер. Бірақ солтүстігін көргім келеді. Трабзон, Ризе, Карадениз, сол жақтарды қатты көргім келеді. Оны да енді келесі жолы деп қалдырдым. Келесі жылы осы Орхон бағдарламасы бойынша келуге мүмкіндігің болады ма? Негізі Әлде тек қана бір рет берілетін мүмкіндік па бұл? Білуімше бір рет қана беріледі. Және енді мен қазір өте ыңғайлы уақытта келдім. 3-ші курстың 1-ші семестрінде келдім. Тіпті енді бәрібір GPA төмендеуі әбден мүмкін. Системасы, тіпті бағалау системалары да бөлек қой бұл жақта. Және дипломға қатты әсер етпейді. Мысалы, мен ЕНУ-дан келген жерде мен қазір кенжесімін, кішісімін қыздардың арасында. 3-ші курста оқимын, бізде көбі магистранттар, 2-ші курс, бітіруші курс, және 4-ші курс бакалавр. Олар сәл қиналып жүр, себебі тікелей дипломға әсер етеді. Тіпті қазір біз қайтқаннан кейін оларда сабақ жалғаспайды, тек қана сол диплом диссертацияларына кіріседі. Ал мен кәдімгідей қайтадан сабаққа кірісемін. Ары қарай жалғастырып кетесің. Жалғастырамын, бағаларын керек болса түзетіп аламын, көтеріп аламын балдарымды. Сондықтан өте бір сәтті кезеңде келдім деп. Өзім соған қуаныштымын. 4-ші курста мен ойланғанмын, мүмкін тағы көрермін деп. Бірақ тәуекелге орын келмейді ол жағынан. Тыныш бітірсем сабағымды кейін бол. Үйдегілер де сөйтіп айтып жатыр. Иә, осы 1-ші семестрде оқуды бастау үшін заявканы қашан тастау керек, мысалы? Заявканы мен 24-тің қаңтар-ақпанында. Жылдың басында заявка бересің, содан кейін 2-ші семестрда бастап оқу үшін. Былай ғой, мысалы, күзгі семестрде оқу үшін, көктемгі семестрдің басында заявка тапсырасың. Және семестр бойынша сол процесстер жүреді. Документация, керек болса тест тапсыру, және тағы басқа. Ал көктемгі семестрге кету үшін күзгі семестрдің басында. Сол үшін алдын ала дайын болу керек, тапсыратын студент. Осы енді осыдан кейін басқа да студенттер осы Орхон программасы туралы білетін болады деп ойлаймын. Және тапсырам деген студенттерге, жастарға қандай кеңестер айтасың? Нені білулері керек? Неге көңіл аудару керек, мысалы? Ең бастысы тіл. Түркияға келіп қазақша сөйлеймін деп ойламаңдар. Бұл жақ ағылшындарыңа да сеніп келмеңдер. Себебі жаңағыдай ағылшынша дерс болса да бәрібір түрікше өтеді барлығы. Сондықтан білім алам. Тіпті білім алам деп емес, енді көбінде академиялық ұтқырлықпен қыдыру үшін келеді ғой, саяхаттау үшін, сөздің ашығы. Бірақ бәрібір қоғамға сіңісу үшін, ілесу үшін, адамдардың мәдениетін тану үшін тіл керек. Сондықтан алдын ала түрік тілін үйрену керек. Мен өзім сол үшін өкінем. Өйткені басында көп қиыншылықтарды көрдім. Әсіресе визаге келгенде көп қиналдым. Солардың бір қиыншылықтарыңның біреуін айтып жіберсең, қандай қиындық көрдің? Мысалы,
алғашқы визам тест болды. Мгм. Мен жалпы визаге дейін 2 апта ма 3 апта қалғанда мені жоғалтып алып қазірде күліп еске алады қыздар, сен жоқ болып кеттің ғой дейді. Мен одамнан шықпай күні түні дайындалатынмын. Өйткені менде сабағым да көп, 7 дисциплинам бар оқитын. Әрқайсысына дайындалу керек. Бірақ тестке кірдім. Бір түрік қызбен жақсы араласып алғам, сол екеуміз бірге отырдық. Бір қызығы бұл жақта бірге отыру деген жоқ айтпақшы. Араңда екі бос орын тұрады. Сол столдың екі жағында отырасың. Сосын мұғалім келіп парақтарды таратты. Тест біздің ент сияқты. Сұрақтардың өзінде нұсқаларды белгілейсің және үстінде кесте тұрады. Ол жерде визаде тестке кірдім. Парақта ең үстінде кесте тұрды нұсқалармен. Дөңгелектерді бояу керек, ентінің бұрынғы ұбт-ның жүйесі сияқты. Соны көріп біріншіден аха дедім, басқаша екен деп. Айналдырған 20 сұрақ болды, бірақ 20 минут. Шын айтам, тестті берді, бастаңдар деді. Мен енді ғана оқиын деп атсам, жан жағым білмеймін, салдыр гүлдір бәрі жан таласып бірдеңелерін жазып. Барлығы әсер етіп бастады. Иә. Ол аз дегендей қарындашпен жазады ғой бұлар. Ана дыбыстардың барлығы әсер етіп, кәдімгідей қатты қысылдым. Психологиялық тұрғыдан. Иә. Енді ананы оқысам, бірінші тестім социал білімдегі araştırma yöntemleri. Соны сұрақтарын оқи бастадым, түк түсінбеймін. Бірде-бір сөзін түсінген жоқпын. Ол жерде ең оңай дейтін бір сұраққа ғана үшін өзім жауап бердім. Енді оқып, аударып, тырысып жатсам, бітті дейді, қарындаштарым тастаңдар дейді. Уақыт бітті, иә? Иә, өте аз уақыт. Сосын қасымдағы қыздан сұрайын, бітті ма не десем, иә, бітті деп, ол да қиналып кеткен әбден. Сосын мен көрсетсем, қарағым, түк жазған жоқпын деп. Ол аяп кетті мені. Сосын мұғалім ар жақ қатардан парақтарын жинай бастады. Ол қыз, қасымдағы қыз маған парағын беріп тез көшірді. Оның өзін мен ана сол боялғандардың жақсылығын көрдім, бір жақсы жағын. Көзімнің қиығымен қырынан қарап, қандай сурет тұр, узор тұр, кескін сөйтіп сыздым. Толықтай көшіріп алдым. Енді ол бір проблема болған жоқ па? Біреудікін көшіріп алғаның үшін. Ана жерде айналдырған бір 1-2 минутын ғана болды. Мен немесе бір ғана белгіленген жауаппен тапсырам, ол енді 5-ақ балл ғой. Немесе мен көшіріп алам. Бірақ ол қызда сабаққа бірде-бір рет келмеген, иә. Енді айтады ғой, хочешь жить, умей вертеться. Да, конечно. Бірдеңе қылып тапсыру керек болды. Артын ойладым, жарайды, бірдеңе қылып келісіп алады мұғаліммен, жалынам, жылайым деп. Сөйтіп тапсырдым, жылап шықтым тесттен. Жылап шықтым, сосын мамаммен сөйлестім, үйдегілерді ұрысып маған, сен енді басқа не күттің, ол басқа елде жүрсің, басқа тілде оқып жүрсің, Қазақстанда бір Алматыға барып оқып жүрген жоқсың сен, бәрібір оған дайын болуың керек еді деп ұрысты. Сөйтіп біраз есімді жиып алдым. Басқа визалерге де енді сеніммен кірдім деп айтпаймын, бірақ дайындық бар. Аллаға аманат дедім. Бірақ дайындалдым. Енді қазір финалдардың алдында қатты қобалжып жүрген жоқ. Себебі көбінде финалда бізде практикалық жұмыстар, проекттер, видео, сюжет сияқты тапсырмалар. Жаңа айттың ғой, мұғаліммен сөйлесе саламын деп. Ол қате екен. Бұл жақта мұғаліммен сөйлесуге болады ма мысалы? Ол да қате. Келісіп алу деген нәрсе. Иә, келісіп алу болғанда біздегі не емес, бұл жақта жемқорлық жоқ. Енді жемқорлық емес, ол түсінушілік таныту, түсіністік таныту. Бірақ ол да олай емес екен. Бұл жақта келісіп алу деген нәрсе жоқ мұғалімдермен. Тіпті мұғаліммен тікелей қарым-қатынасқа шығу, яғни тікелей сөйлесу де өте қиын. Мұғалім номерін бермейді. Ары кетсе почтасын оқуы мүмкін, бірақ оқымайтындар да бар. Қашан жауап беретінді белгісіз. Иә, номерін сұрайын десең, саған ешкім бермейді. Ол тек староста да бар. Ал староста саған мұғалімнің номерін беру үшін мұғалімнен рұқсат алу керек. Бір жағынан педагогикалық әділдік жағынан дұрыс шығар бұл жағы.
мысалы анама мамама өте ұнады бұл Иә. яғни мұғалімнің құлағы да тыныш, басы да ауырмайды, студенттер мазаламайды. Бірақ біз үшін әрине ол қиын. Бірақ қиын болғанмен оған да үйренуге болады. Иә. Бұл жақтың заңы солай, бағынбасам болмайды. Иә, әр жердің, елдің, Иә, жердің өз әрине. заңдары бар деген сияқты. Иә, Әрине. бакалаврда мұғалімдермен байланысты осылай. Докторантурада қалай? Докторантурада бізде магистратурада жалпы менің жеке өзім мысалы мұғаліммен сыпайы қарым қатынаста жалпы кез келген адамға да айтатыным сол. Білмейтін жеріңді білмеймін деп айтасың, мысалы білетін жеріңді білетінді айтасың. Барынша жаңағыдай сіз деп сөйлесесің, әдептілік бар, әдептіліктің нормасынан аспайсың. Мысалы кейбір моменттерде оныкі қате болып тұрса да, мысалы я дей салатын моменттер болады. Жалпы магистратура мен докторантурада біз мұғалімнің бөлмесіне барамыз. Түркияда бөлмесінде отырып шай ішіп, кофе ішіп, әңгіме айтып сабақ өтеміз. Енді Қазақстандағыдай емес, Қазақстанда көбінде ресми және де лекция. Енді Қазақстанда жалпы студент көп. Сондықтан да лекцияларда, лекциялық кабинеттерде болады, ал Түркияда бізде көбінде мұғалімнің бөлмесінде 2-3 кісі. Енді одан да көп болып жатса, факультеттің ішінде бар, арнайы бөлмелер бар. Бір 10-15 шақты адамға арналған бөлмелер бар, сол жерде өтеді. Жалпы түріктің мұғалімдерінен менің байқағаным жалпы балға байланысты, басқаға байланысты өте әділетті. Мысалы, енді Қазақстанда кейбір моменттерде мысалы бал қойып бере салуы мүмкін, басқа ситуациялар болуы мүмкін. Бірақ жаңағы ақша жағынан деген секілді не болуы мүмкін. Түркия мұғалімдерінен жеке біздің РТС-ның мұғалімдеріндегі мен байқағаным, мысалы мен бір күні болмаса бір күні Аллахқа барам, Аллахқа қайтам. Сол кезде мен Алланың алдында есеп берем. Сол уақытта менің арым таза болу керек. Мысалы әсемді мен емтиханын өткізген жоқпын, бірақ мен сағынышты емтиханын өткізіп жібердім мысалы. Олар үшін бұл әділетсіздік мысалы. Екеуі де білмей тұрма, екеуін де өткізбеу керексің деген секілді дүние. Жалпы өзің қандайсың негізінен, мұғалімдер де солай, менің байқағаным. Жеке өзімнің ұстануым, мен кез келген адаммен, мұғалімдермен болсын, басқалармен болсын, жақсы қарым қатынаста қалуға тырысам. Мысалы, сен оқуды бітіріп кетсең де, кейін келген уақыттарда да, мысалы, сен жылы қабылдай алатын, жылы сөйлесе алатын деңгейде қала білу керек деп ойлаймын жалпы. Шын бұл жақта мұғалім мен студент арасындағы субординация өте қатты сақталады. Маған ұнағаны сол. Қазақстанда мысалы мен жалпы студенттердің мұғалімдеріне, ұстаздарына, профессорларға апай деп айтуына қарсымын. Енді мен өзім Павлодардың қызымын. Бізде ондай жоқ. Біз тіпті мектептің өзінде есімі әкесінің аты. Мысалы ұстазым болды, Бағда Әділхан қызы. Ары кетсе мұғалім деп айтасың. Енді ағай мұғалімдерге ағай деп айтуымызға бұл жақта ходжам. Бұл жақта ходжам өте дәл табылған сөз, өте мәдени, сыпайы, әдепті және шынымен тәрбиелі естіледі. Және сағыныш айтқандай, шынымен бұл жақта барлығы әділетті, мұғалімдер барлығына тең қарайды, ешкімді бөліп жармайды. Тіпті сенің мұғалімнің көзіне түсіп қалуға деген мүмкіндігін жоқ. Себебі бакалаврда, мысалы біз бір аудиторияда 100-150 адам отырамыз. Қайсы біріміз есіне қалады мұғалімнің. Сондықтан мұғалімге жақын болу деген нәрсе жоқ бұл жақта. Біздегідей апай деп еркелеп жүре алмайсың. Бірдеңе қылып түсіндіресің жағдайын. Ал бұл жақта шынымен бір ауыр жағдай болса да, мысалы қазір финалға қатысты енді мен айтып жүрмін, кейбір мұғалімдерге мен кетем, барынша бүтіндемеге қалмауым керек, сондықтан тапсырма алсам бола ма, финалға дайындалу үшін маған тапсырма бере аласыз ба деген сұраныстармен шығып жүр мұғалімдерге. Түсініп
тапсырмалар берді. Бірақ оның өзінде мен билетімді жіберіп, міне дәлел, қайтадан Қазақстаннан Түркияға қайтатын билет жоқ, осы ғана деп дәлелдеп қана олардың шынымен сен ертең бұл жасаған ісі оған қателік болып саналмайтынына көзі жеткен соң ғана сөйтіп көмек беріп жатыр. Рұқсатын берді, иә. Берді, иә. Мгм. Жалпы осы Түркиядағы оқу процесінде, жалпы Түркиядағы өмір сүріп жатырған уақыт ішінде тұлғалық дамуларыңа қалай әсер етті? Өте ойландыратын сұрақ негізі. Ойлану керек, иә. Мгм. Көп нәрсеге мысалы көзің ашылды, Иә. бір нәрселерді басқаша қабылдайтындай Иә. ситуациялар, жағдайлар орын алды. Иә, мысалы мен аха шетелде оқу, шетелде тұру, ол ең біріншіден мен ойлаймын жауапкершілікті арттырады адамда. Себебі сенің қасында мамаң жоқ, сенің қасында папаң жоқ, сенің қасында бір қазақ жоқ, мысалы былай қараған кезде сен барлық шаруаларыңа, істеріңе өзің жауап беру керексің. Қарапайым мысалы тамақ ішуің, қарапайым өзіңнің жылы киінуің, қарапайым мысалы төсекті өзің жинауың, кір киімдеріңді жууың, жинауың, үтіктеуің деген секілді дүниелердің барлығы сенің өзіңнің мойныңда ең бірінші уақытта. Мен ойлаймын шетелдегі студенттің бірінші үйренетін дүниесі бұл 100% жауапкершілік алу өзінің өміріне, өзіне. Маған осы Түркияның үйреткені ең біріншіден жауапкершілік ала білу. Одан кейін адамдармен жақсы коммуникацияда бола білу, адамдармен тіл табыса білу. Мысалы, кейбір мұғалімдер мысалы жаңағыдай қатал болуы мүмкін, болмаса кейбір моменттерде әділетсіз болуы мүмкін. Бірақ бұл моменттерде барынша сыпайылық таныта білу және де өзіңді дәлелдеуге ұмтылу. Енді бакалаврда мүмкін кішкене студент мұғалім сені байқамауы мүмкін, бірақ мен ойлаймын мұғалімдер сабаққа үнемі келіп жүретін студенттерді байқайды. Сұрақ сұрайтын, сұраққа жауап беретін студенттерді байқайды деп ойлаймын. Сондықтан әрқашанда өзіңді жаңағыдай көрсету, өзіңді дамыту жағынан, екінші жағынан осы дүние маған көбірек өзімді шыңдағаным және де көп нәрсеге қалай айтсам болады, спокойно қарауға, сабырмен қарауға мен үйрендім. Себебі мысалы икамет деген дүние бар, тағысын тағы дүниелер бар, система өте қиын, кейбір яғни мысалы барып тұрасың, мысалы система бүгін істемей тұр дейді, просто сені сөйтіп қайтарып жібереді мысалы. Болмаса тағы проблемалар, мысалы асығып келе жатып, мысалы басқа жаққа отырып кетуі мүмкін да, троллейбусқа, мысалы автобустың. Сондай моменттердің барлығында мысалы сабырлық танытуды мен үйрендім. Көп нәрсеге андай уайымдап, проблема жасап, ана сабақ қалай болады, мына мұғалім не болады, қалай болады, анау не болады. Барлығын сырып тастап, Аллаға тапсырып, сабырлық танытуды үйрендім. Жалпы сағыныштың айтқанының барлығымен келсем, менде де дәл солай. Бірақ өз ойым емес, толықтырайын деп айтайын. Одан бөлек мәдениет жағынан мен басқаша өмір сүруге болады екен ғой деп көп ойландым. Яғни, бізде Астанада мысалы, Астанамен ғана шектелейін, теңіз жоқ, бұндай климат жоқ болуы жоқ үшін, бірақ бар нәрсені игілігінен қолдануға болады екен деген ой түйдім. Және бұл жақтағы мәдениетке қатысты әсіресе көзіме көрінгені, оттай басылғаны отбасы институты. Отбасы құндылықтары. Ана мен бала, әке мен бала, ана мен әке,
арасындағы қарым қатынастар, байланыс және отбасылық еткенде кінәліктер. иә Сол жағынан шынымен бұлай да жасауға болады екен ғой деп көп нәрселерден ой түйдім. Одан бөлек бағынуды үйренесің. Басқа жақта жүрген соң басында мысалы біз ой бұл жақтікі былай екен, Қазақстанда бізде былай еді деп көп нәрсені салыстырып жүрдік. Қазір одан да қалдық, себебі енді шынымен бұл басқа ел. Қанша жерден біз кардешлер деп айтсақ та, анығына келгенде біз керек емеспіз бұл жақта. өздерінің ережелері бар. Иә, қазақ болғаның үшін түріктер сені бүйтіп алақанда аялап ұстамайды. Сен кәдімгі адамсың. Бұлар да ең бастысы инсанбыз дейді. Кім болсаң да. Сондықтан әр нәрсені өзің істеуді үйренесің. Адамдарға қай кезде сеніп, қай кезде сенбеу керектігін үйренесің, себебі шетелдік болғанымыз түрімізден ақ көрінеді. Алданып қалатын жағдайлар өте көп, әсіресе бұл жақта. Сондықтан бәрібір әр нәрсеге назар аударуды үйренесің. Бұл бір жағынан басында өзім үшін минус та болды. Себебі көп нәрсені жүрекке қабылдап қаласың. Мені мазақтады деп намысыңа да тиіп кететін жағдайлар болады, бірақ қайтып не істейсің? Үндемейсің. Барлығы ішіңде қалады. Ұмытылса ұмытылады. Ары қарай түк болмағанда жүре бересің. Ұмытпасаң, енді ол өзіңнің ғана жеке бас мәселең болып қалып қояды. Өзіңе ғана әсер етеді. Ал бұл жақта сен ешкімге әсер етеді. Және одан бөлек түсінгенім, алмасып келген студент ретінде, мен Қазақстанды, туған жерімді, отбасымды өте қатты жақсы көреді екен. Себебі бәрібір енді Павлодарда туып, Астанада оқып, қазір сол жақта тұрып жүрсем де, енді ата-анаммен жиі көріспеймін, бірақ бәрібір Павлодар мен Астананың арасы жақын. Ал екі түрлі мемлекетте жүргенімізден арамыздағы қашықтық өте қатты сезіледі. Қатты сағынасың. Басында сағынып, бізде қазақтардың арасында көбіміз депрессияға түсіп кетіп, күнде үй ішімізбен сөйлесіп, сөйтіп жүргенбіз қимай. Ал қазір бұл жақты қимаймыз. Сенімдімін, Қазақстанға қайтқан соң осы Түркияны, Измирді сағынам, өздеріңді сағынам. Бірақ бұл да бір тәжірибе. Сондықтан негізі үйренгенім, түйгенім көп. Оның барлығын сараптап, анализ жасап, өзімнің тұлғалық дамуыңа, прогрессті көру үшін көп ойланып, барлығын ашып жазу керек. Өте жақсы сұрақ қойдым. Қазірдің өзінде бір, қалай айтсам болады, бір әсерде қалдым. Екеуіңнен де енді бір жауапкершілікті сезіну деген нәрсе бар. Сол жауапкершілікті әрі қарай, қалай айтсам, жауапкершілікті сезінетіндерің осы айтқан сөздерінен кейін де бірден белгілі болады. Яғни қазір мысалы Қазақстанға барып, сол жақта үйінен, отбасынан, сол ортадан шықпай жүрген бір баламен, мысалы сендерді салыстырған кезде, сендердің одан әрі қарай мысалы жауапкершіліктерін, қазір ойыма түрікше келіп тұрды, daha да артқаны белгілі. Сенің жауапкершіліктерің тағы да өздеріңе деген сенімділіктің пайда болғаны белгілі. Мысалы оны сыртқа шыққан адам ғана қабылдай алады, түсіне алады деп ойлаймын. Және осы кезде бір нәрсені сұрағым келіп тұр. Осы жауапкершілікті сезіну, өздеріңді дамыту нәрселер сияқты, мысалы осы тұрғыда сіздерді қолдаған немесе шабыт берген бір адам я да бір нәрсе бар ма? Содан кішкене сөз етсеңдер. Бар. Ол ең алдымен әрине қолдау көрсетіп жатқан отбасымыз Қазақстандағы, бірақ осы Түркияны алсақ, өздерің осында жүрген әрбір қазақ мен үшін жылы және шынымен шабыттануға көмектеседі. Және бұл жақта
өмір сүрудің мүмкін екендігін дәлелдейді. Себебі қиындық көрмей жатқан адам жоқ, бірақ өздеріңе қарап, енді бірнеше жылдан асты ғой осы жақта тұрып жүргендеріңе. Қаншама ұзақ уақыт тұрып жүрсеңдер де тілдерің тап-таза, мысалы, тілдерің тап-таза, және қазақтардың бір комьюнити Қазақтармен байланыс, иә. байланыс үзілмеген. Енді әрине ол да адамдардың өздеріне байланысты, бірақ өздеріңе қарап сондай комьюнитиге барынша ашық болу керек екендігін түсіндім. Және тіпті Измирдің өзін, қаланың өзін маған танытып көрсеткен де осы адамдар, және басқа да достарымыз бар. Осы арада алғыс айтқым келеді. Осында келіп маған ағам болдың, әпкем болдың, және басқа да достарымыз біздің шынымен дос бола алдық. Бауырмалдықты сездім, мейірімді сездім. Және сұрақтарым туындаса, ақыл кеңестерін беріп, барынша көмектесуге тырысып жүрдіңдер. Бұйыртса, енді магистратураға осында түсіп жатсам, түсінгенім, жаңадан келген өзіміздің адамдарымызды, қазақтарды, Жас студенттерге барынша қолдау керек. Оларға да бұл жақтың бар жақсылығын көрсетуге тырысу керек. Жақсы және жаман нәрселерін Иә. көрсете білу, яғни сыртта жүргеннен кейін жаныңда отбасың жоқ, содан кейін осы жастар бір-біріне бауырмал болу керек деп ойлаймын. Егер сен бір-біріңе жаның ашып, бір-біріңе көмектеспесең, сендерге кім көмектеседі деген сияқты ғой. Бірақ әрине түріктердің өздеріне келсек, көп танымайтын адамдар болды. Түріктер ол ағай, ата, апа, әже болуы мүмкін. Жастардан көп болған жоқ, олардың дүние танымына байланысты. Бірақ жол көрсетіп, көмектесіп, кейде мысалы болып жатады, накид болмай, қолма-қол ақша болмайды. Болмайды, ал картамен төлей алмайсың. Сонда жарайды, Алладан қайтады деп Көмектесіп жібере кісілер салып, болды. түсіністікпен қарайтын адамдар өте көп, солардың жылулығын сезесің. Және көбінде Қазақстаннан келдім дегенде, кардешім, қызым деп сөйлейді, ол да өте жүрекке жылу сыйлайды. Иә, күшті айттың. Осы тұрғыдан саған да рахмет айтқым келеді. Жаңа сұрағымды айттым ғой, Сағыныш, сенің пікірің қандай? Саған кім яда не шабыт береді, мысалы, осы уақытқа дейін жасаған дүниелерінің арқасында кім бар деген сияқты? Енді мен 100% діндар адам емеспін, бірақ Аллаға сенемін. Осы өмір жолымның барысында Алланың қалауымен деп айтам, көп нәрсеге қол жеткізіп жатқаным Алланың арқасы, кейінгі ата-анамның арқасы, әрқашан қолдайтын. Және де үшінші өзімнің еңбегім деп 100% айта аламын. Еңбектенген адам, тер төккен адам әрқашанда өзінің арманына жетеді, әрқашан өзінің армандаған, діттеген мақсатына жете алады деп ойлаймын. Сондықтан жалпы енді шабытқа келетін болсақ, жалпы мен айналамда мысалы өзінің нақты арманы бар, нақты жоспарлары бар, қайдан келді және қайда бара жатқан адамдардың болғандығын қараймын мен, және сол адамдардан шабыт аламын. Шынымен де ол адамдар шабыттандырады. Мысалы бос мысалы телефон қарайтын, бос кино қарайтын, мысалы қай күн, қай уақыт, қай сағат, не істеймін деген адамдармен мен араласпауды жөн көремін. Енді адам таңдау емес, бірақ сен өзіңнің мысалы бір жолыңды сызған кезде, мысалы басқа адамдар да саған көмектеседі. Мысалы басқа адамдардың да өз жоспарлары бар болған кезде, олар ол жоспарларына жетіп жатқан кезде сен де жеткің келеді мысалы. Және де жақсы бәсекелестер, мен ойлаймын, жақсы адамға жақсы әсер етеді. Сен де қол қусырып отырмайсың, сен де дамығың келеді, сен де алға жылжығың келеді. Сондықтан әрқашан айналамда дамуды көздейтін,
әрқашан жаңа дүниелер іздейтін адамдармен толтырғым келеді жалпы. Өте керемет жауап. Екеуіңе де рахмет айтқым келеді. Және соңғы рет соңғы сұрағым десем, осы Түркиядан үйренген нәрселеріңді Қазақстанға барғаннан кейін, яғни не үйрендіңдер, және ол жаққа барғаннан кейін қандай идеяларың бар, жүзеге асырғыларың келген? Ең бірінші ойға келгені ол елге оралған соң бұйыртса мен Қазақстанның өзін танығым келеді, көргім келеді. Яғни сұлулық бұл жақта ғана бар емес, бізде де ол бар, бірақ өзіміз ішкі туризмді дамытып қойғанбыз. Және осы жақта жүріп, мысалы басқа қалаларға саяхаттағанда біз кәдімгідей саяхатшы болып сезіндік өзімізді. Яғни 5 жұлдызды отель таңдау, ұшаққа билет алу деген нәрсе жоқ. Автобуспен жүресің, жаяу жүресің, таксиді мүлдем ұмыттық бұл жаққа келіп. Яғни түсіндім, ондай нәрседен қорықпайды екем, жолдан қорықпайды екем, қашпайды екенмін жолдағы қиындықтардан. Керісінше оның сол ұзақ қиын ауыр жүріп өткен жолының тәтті болатынын сездім. Сондықтан Қазақстанға оралған соң достарыммен Қазақстанның ішінде де саяхаттағым келеді. Өйткені бізде де табиғат керемет, көптеген көркем, шынымен әдемі жерлер бар, бірақ оларды көріп жүрген жоқпыз. Соны шетелдік адамдарға да таныту, иә? Сөз соңында Сағыныш өзіме бір ой салды, Алла жайлы. Мен осында келіп, өзімнің Аллаға жақын екенімді түсіндім, іштей сезіндім. Себебі осында жүріп, оның назарында екенімді түсіндім. Себебі ойда жоқта бір жерден көмек келеді, ойда жоқта алдыңнан бір адам шығып, жол сілтейді, жеткізіп салады. Аш болсаң, қолындағы барын береді. Көмекті көп көріп жатырмыз осы жақта. Және сондай бір адамдар келгенде іштей бір адамға деген сенімім пайда болады. Және оны мен енді Құдай жіберген шығар деп, жарайды деп сенем, ондайдан қорықпаймын. Тіпті достарым да таңғалып жатады, танымайсың ғой, неге үйттің деп. Білмеймін, ішімнен бір сенім пайда болады. Сондықтан, алыстаған сайын бір құдіреттің түбін таниды екенсің, соған жақындай түседі екенсің, керісінше. Керемет жауабына рахмет. Менде енді көбінде академиялық жағынан өзгерістер жасағым келеді. Енді 100% жасайын деп айта алмаймын, бірақ ең аз деген кезде өзімнің сабақтарымда, өзімнің пәндерімде, өзімнің мақалаларымда барынша Қазақстан, қазақ медиасы, қазақ журналистикасын көрсету, таныту, дамытуға атсалысу. Жалпы Қазақстанда да ғылымның бар екенін, Қазақстанда да жақсы дүниелердің, ғалымдардың әсіресе шығатындығын дәлелдеу. Енді қысқа нұсқа осы дүние. Ең біріншіден екеуіңе де бірінші келгендерің үшін рахмет айтқым келеді. Және ата-аналарыңа рахмет, осылайынан осындай ұл қыздарды тәрбиелеген үшін. Еліміздің ең біріншіден сыртта жүрген осы шетелдегі балалар, еліміздің атын танытып жүрген балалар, сол үшін осы академиялық өмірлеріңе үлкен табыс тілегім келеді. Жаңа жыл осы енді басталып жатыр. Жаңа жылда жаңа табысқа, жаңа арман мақсаттарға жете беріңдер. Шабыт алатын нәрселерің көп болсын. Сендер де біреуге шабыт беріңдер, шабыттандырыңдар. Менің подкастымның атауы «Сен де шабыттан» деген сияқты. Осы сендерден де шабыт алатын жастарымыз көп болсын деп айтқым келеді. Сол, онда біз бітіреміз бағдарламамызды. Görüşürüz.